Қайрат Нұртастың қызы Алаудың басы дауға қалды. Неге жұрт оны салған жарнамасы үшін сынап жатыр? Мәселе жарнамаланған Алабуга колледжінде. Бұл кәдімгі оқу орны емес, соғысқа қажетті дрондарды шығаратын зауыт болып шықты. Халықаралық басылымдар оны өлім өндірісі деп те атап кеткен екен. Алаудың менеджері: біз бұл жарнаманы алғанда дрондар туралы білмедік, халықтан кешірім сұраймыз деп видеоны желіден бірден өшіріп тастады. Бірақ бұл тек Алаудың емес, бүкіл әлемнің мәселесіне айналды. TikTok пен Twitch бұл оқу орнын жарнамалаған миллиондаған оқырманы бар блогерлердің парақшаларын жаппай бұғаттап жатыр. Желі қолданушылары блогерлер жарнамалғанда не нәрсені насихаттап жатқанына неге мән бермейді деп наразы. Себебі бұл оқу орны қазір Америка мен Еуропаның қатаң санкциясына ілінген. Ал сіз қандай пікір білдіресіз? Комментарийге жаза кетіңіз.